Аслы келін болу ол оңай емес. Өйткені ол өнер дер едім. Оның ішінде қазаққа келін болу қиын. Неге десең, қазақ келіндерінің жазылмаған тек қана өзіне ұқсайтын, өздеріне тән керемет әдемі де, сұлу, көркем, әдепті, инабатты өзінің салттары, өзінің әдептері Құдайға шүкір жетерлік. Келін бір қыз бала әкесінің үйіндегі оң жақтағы қызық дәуренімен қоштасып, ол енді өз үйінен аттанып, бір шаңғыраққа келін болып келіп, табалдырығынан аттап, сол үйге келін атанғаннан кейінгі жерде бұның міндет парыздары өте көбейеді. Енді сен қыз кезіңдегі көптеген бұрынғы әдеттеріңді, бұрынғы жүріс-тұрыстарыңнан айырылуыңа тура келеді. Өйткені сен екінші сапаға өтіп отырсың. Сен енді шолжаңдап жүрген, немесе анау ұядағы алғы емессің, жұмыртқа емессің. Сен енді қарақанат болып ұшып кеткен құссың. Сен енді ендігі жерде сенің түпкілікті тұрағың, тілеуін тілейтін, ұрпағын өсіретін үйің, сенің келген жерің. Бізге аналарымыз осылай үйретеді. Мына марқұм мен анам бәкеңсіз, жұбайымсыз үйге барсам керемет ренжитін. Тұрмысқа шыққан қыз ана күйеуінсіз жалғыз өз үйге келгенде босаға тітірейді. Ойпырмай, мынау не оймен келді екен деп босаға дірілдейді. Келетін болсаң, жұбайыңмен бірге кел, әйтпесе жалғыз өзің әрі-бері сәукілдеме деп шешем сөйтіп ұрсатын еді. Осының мән мағынасын кейін түсініп жатырмыз. Бұл деген сөз жаңағы қосағыңменен бірге болу, ыстық суықты да барлығын бірге көтеру деген. Енді қарап тұрсаң, бұрынғы заманда ерте кездерде біздің ата-бабаларымыз жаңағы әлгі қыстау жайлап жүрген кездерде келін ертеңгілікте өзінің отауынан шығып келеді. Отау деген сөз ол келіннің үйі. Отауды үлкен үйдің оң жағына тігеді. Әлгі оң жағын қызартып отау тігіп деген сөз осыдан қалған. Ол отауға күйеуінен жасы үлкен адамдар кірмеген. Шақырусыз кірмеген. Ол үйге тек қана күйеуінің жолдас жобасы болсын, қайны сіңілі дегендері сондай жасы кішілер кіреді. Неге? Бұл да қазақтың тектілігі, жастардың өзінің оңаша отауы. Олар келін күні бойы мысалы қайнатасының үйінде жүріп тірлігін жасап, кешке жақын барғанда ол аяқ қолын көсіліп жаңағы демалуы керек. Әрбірден кейін жарыменен бірін-бірі жаңағы аймалап, бірін-бірі еркелетіп, бірімен-бірі сырласып, сөйлесетін оңаша. Бұл отауды бұрын оңаша үй деп атаған екен. Енді осы жерде керемет бір нәрсе бар. Мына келін ертеңгілікте келіп, үлкен үйдің түңдігін ашып, от жағады. Сонда шаңғырақтан түтіннің көрінгені бір үйлі жанның түннен түгел шыққан амандығын бүткіл айналаға, ауылға пәш етіп тұр. Оты жанған үйде ғана тіршілік бар ғой. Әлгі адам қайтыс болған үйге от жақпайтын себебі де сол ғой. Сонда бүткіл тіршілікті, бір үйдің тіршілігін мына келін бастап тұр. Неге? Ол жай ғана жұмыс емес, бұның өзінде де үлкен мән жатыр. Неге соны келінге тапсырып тұр? Неге тіршіліктің бәрін келін бастап тұр? Өйткені ол келін, бүгінгі келін, ертең ол ана. Арғарай әже сол әулеттің ұрпағын өсіретін. Енесінің жаңағы жолын ұстап қалатын, соған мұрагерлік жасайтұғын адам. Арғарай өзінің келіндерін солай тәрбиелейтұғын адам.